Assalamu alaikum. 2024 жылдың 5 август күні Өзбекстан Республикасының өз басымшылықпенен иелеп алынған жер учаскалары һәм де оларда құрылған имараттар һәм көшпенділік объектілеріне құқықтары тән алу хақындағы низам қабыл етілді. Һәм бұл низам 2024 жыл 8 ноябрь сәнесінен күшке кірді. Низамға муафиқ құқықтарды тән алу аймақтарда мәхәллелер кесімінде басқыш қатлаудан өткеру менен әмелге асыру белгіленген. Қатлау жұмыстарын көркемдестіру мақсатында кадастр агенттігі тарапынан этрап мәлімдеме системасы істеп шығылып, қатлау өткерілетін аймақтардың мәхәллелер ережесі графигі тасқыланды һәм осы сайт арқылы жарияланды. Тасқыланған ереже график тикарында аймақтарда кадастр ханигелер тарапынан бейпул қатлау жұмыстары әмелге асырылмақта. Қатлау жолы менен анықланған имарат һәм құрылмалар хақындағы мағлұматлар этрап бағдарламасына кіргізіліп, һәм әр бір көшпенділік объекті бойынша 15-тен астам министрлік һәм ұйымдардан түзілген ішші топар жұмақлары берілді. Жоғарыдағы имараттардың 2018 жыл 1 май халатына құрылғаны яки құрылмаған хақындағы мағлұматларды космик суретлеуді қайта істеу жолымен анализденеді. Осы низам тикарында Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің сессиясы қарарыменен Шимбай, Кегейлі, Тақтакөпір, Қараөзек һәм Әмудария районларындағы 24 бұқарамызда тұрақ жайларына һәм де өзі артықша иеленген жер майданларына қарата ижара һәм мүлік құқықтары тән алынды. Қазіргі күнде бұл бағдарда жұмыстар давам ettіріліп, кадастр ханигелері тарапынан Қарақалпақстан Республикасында 26867 дана көшпенділік имараттары қатлаудан өткеріліп, 10458 дана объект этрап мәлімдеме системасына кіргізілді. 1425 объект хақындағы мағлұматлар кадастр ұлыс сайтына һәм де мәхәлле бұқаралар жиынының имараттарына жарияланды. 6083 дана объект қазіргі күнде додалауда. 2257 объект әділдік ұйымдар тарапынан үйренілмекте. 586 дана көшпес мүлік қайта үйреніп шығылмақта. 67 объект иелерінің низамда көрсетілген бір мәртелік төлем пұлларын төлеу күтілмекте. Һәм 16 дана көшпес мүлік бойынша құқықтарды тән алу үшін депутатлар кеңесінің қарарларына кіртілген. Hürmetli бұқаралар, кадастр ханигелері үйлеріңізге қатлауға келген жағдайда үйлеріңізді өлшеуге имканият жаратып беруіңізді сұранып қаламыз. Жасау аймақтарыңызды қашан қатлаудан өткеруді біліп алу үшін кадастр ұз сайтына кіру арқылы біліп алуыңыз мүмкін.